шығарған кезде өзіміздегі мазасыздықтарды сыртқа шығарамыз. Кәне дайындалайық балалар. Көзімізді жұмамыз. Арқамызды тіктейміз. Қолдарымды тізеге қоюға болады. Тема шығар. Тема шығар. Жақсы. Қыздар, олай болса, бүгін біздің сабағымыз ерекше сабақ. Сабақтың мақсаты түрлі материалдар және құрал-жабдықтарды қолдана отырып, бұйым жасауды үйрене отырып, дұрыс әрекет құндылығының мәнін ашу. Бүгін сабағымызда, қыздар, өзін-өзі бағалау жүреді. Алдарында стикер жатыр, иә? Сол стикер бойынша жасылын көтересіңдер. Егер сендерге сабақ өте түсінікті болса, қызылын жасы түсінсеңдер көтересіңдер, ал сарысы талпынсаңдар, түсінбей қалған жерлерің болса, сарысын көтересіңдер. Тек ештеңе жасамайтын адам ғана қателеспейді, қыздар. Қатесіз үйрену мүмкін емес, сондықтан да қателесуден қорықпаңдар. Олай болса, қыздар, үйге берген тапсырманы сұрайын. Үйге қандай тапсырма берді? Айтып беріңдерші. Параграф 14. Нобай идеяны жүзеге асыру. Идеяны жүзеге асыру. Жақсы. Енді қыздар, сұрақ қойған қиын ба, жауап берген қиын ба? Істі орындық. Істі орындық әдісімен сендерден үйге берген тапсырманы сұрайын. Істі орындыққа кім шығады? Жарайды, асылда шыға ғой. Сонымен қыздар, қалай ойлайсыңдар? Сұрақ қойған қиын ба, жауап берген қиын ба? Меніңше сұрақ қойған қиын. Сондықтан да сұрақты дұрыстап, нақтылап қоя қойыңдар. Кім бастайды? Кім қояды? Ақмажан қоя ғой сұрақ. Туника қандай киім? Туника қыздар жейде ретінде де, көйлек ретінде де, жама-жайға арналған киім ретінде де киетін көп функциялы киім. Жақсы, келесі Селина қоя ғой. Бұйымды дайындау үшін не істейміз? Бұйымды дайындау үшін ең алдымен оның идеясын алып, қандай бұйым жасайтынымызды біліп аламыз. Екінші кезекте сол бұйымды жасауға модельдеп дайындап аламыз. Журнал газеттерден идеяларды алып модельдеп аламыз. Үшінші кезекте сол бұйымдарға керекті заттарды, материалдарды, нобайға керекті заттарды алып дайындап алатын боламыз. Жақсы. Ал Амина қоя ғой. Кейіп атауы қайдан шыққан? Кейіп атауы ағылшынның кейіп сөзінен шыққан, аударғанда жамылғы деген ұғымды білдіреді. Жақсы. Ал Жанна қоя ғой. Бұйымның ұзындықтарын айтыңызшы. Бұйымның ұзындықтары мини, меди, макси. Мини дегеніміз ол мықынның ортасына дейінгі ұзындық, миди дегеніміз тізеге дейінгі, тізеден кейінгі ұзындық. Ал макси дегеніміз тобыққа дейінгі және тобықтан кейінгі ұзындықты атаймыз. Жақсы. Ал панчо етегінің пішіні қандай? Панчо етегінің пішіні тік бұрышты болып келеді. Жақсы. Әселе қоя ғой. Кейіп конструкциясының ерекшеліктерін анықтайды. Кейіп конструкциясының ерекшеліктері қол ойықтары жоқ, қол ойықтары жоқ, пішінді жең және қол ойықтары бар кілапаралы болып келеді. Өзің қысарың бар ма? Жағалау немесе жағасыз болып келеді. Қолғанаған пішіндері бар. Жақсы. Ал сұрақ қоя ғой, Ахмет қоя ғой. Тігін фабрикасында даярлау цехында қандай процесс орын алады? Тігін дайындау фабрикасының цехында материалдардың сапасын тексеру процесі орын алады. Дұрыс. Фабриканың тігін цехында қандай процесс орын алады? Тігін бұйымдардың бөлшектерін өңдеу және түйіндеу процесі орын алады. Бұйымның тобықтан келетін немесе одан түсетін ұзындыққа қалай айтамыз? Бұйымның тобықтан келетін және тобықтан одан ары қарай түсетін ұзындығын басшы деп атаймыз. Жақсы. Бұлмен кім сұрақ қоймады? Тегіс қойыңдар бұл сұрақ, иә? Ал Ахметтің сұрағына қанағаттандыңдар ма қыздар?
bunu өлшемге салып, пішіп, бұйымды ары тігеміз. Жаңа сабағымызға көшейік балалар. Білім жанымдікі, сәнді киім кәнімдікі. Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, һәм бұл киімін былғап, былжыратып кимейік, таза кимейік дұрыссыз. Абай Құнанбаев, Абай атамыздың сөзі екен. Абай Құнанбаев кім қыздар? Кім айтады? Сәбин айта ғой. Абай Құнанбаев ұстаз, ақын, ағартушы, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы. Абай 1845 жылы 10 тамызда Семей облысында дүниеге келген. Абайдың туған кездегі есімі Ибрахим Құнанбайұлы. Абайдың 41 қара сөзі бар. Абайдың әкесінің есімі Құнанбай Өскенбаев, анасы Ұлжан Асанова. Абай 1904 жылы 6 шілдеде Семей облысында қайтыс болды. Жақсы, өте жақсы. Сонымен қыздар, адамның ниеті қалай ақ болса, ойын арамдықтан, жамандықтан қорғаса, құлағын өтіріктен, өсектен сақтаса, қолын қалай таза ұстаса, киімін де дәл солай таза, ұқыпты, жинақы киім керек екен. Жақсы. Осы сөзден адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, һәм сол киімін былғап, былжыратып кимейік, таза кимейік, дұрыс іс деген дәйек сөзге қандай ой түйіндеріңдер? Айтыңдаршы. Қалай істейсіңдер осы сөзді? Абай атамыз. Менің ойымша бұл жерде Абай атамыз дұрыс айтып кеткен. Адам киімді кір қылмай, былжыратпай, әдемі таза кию керек. Және де біз киімді талғам болады ғой, талғам арқылы кию керек. Оны қай жерге, қайда қалай кию керектігін білуіміз қажет. Жақсы. Таза, жыртықсыз киюмен қатар талғам да болу керек екен. Талғам деген сонымен ақыл айтып кетті ғой, қандай сұрақтарға жауап береді екен? Нені, қайда, қашан кию керектігін білу екен. Жақсы. Енді қыздар, біз өткен сабақта панчоны, туника, киім туралы өттік. Енді сол өткен сабақ бойынша сіздерге сұрақ. Панчо қайдан шықты? Және ол қандай киім? Кім жауап береді? Кім жауап береді? Алар айтады. Панчо киімін үндістер ойлап тапқан. Және ол сол Латын Америкасының ұлттық киімі болып саналады. Панчо киген кезде ыңғайлы және де жеңіл киім болып табылады. Панчода үндістердің ойлап тапқан өздерінің тайпасының өмірі мен Құдайға деген сенімі нақышталған, ою-өрнектермен нақышталған. Ою-өрнек емес, сондай суреттермен нақышталған. Ою-өрнекте бұл біздің ою-өрнекті айтсақ болады. Жақсы, отыра ғой. Келесі сұрақ. Фастфуд дегеніміз не? Және оның технологиясы. Кім жауап береді? Кім жауап береді? Аға сендер жауап береді. Фастфуд дегеніміз қарапайым формадағы сәнді киімдер. Фастфуд технологиясы тігін бұйымдарының конструкциясы арқылы ерекше күрделі формаларды есептеусіз құрастырудан ерекшеленеді. Бұл көлемді пішінде кеңейтілген суға сызылған көктегі бөліп береді. Сонымен фастфуд деген қарапайым геометриялық пішіндегі сәнді киім екен. Осыған біз панчоны, киіпті, туниканы жатқызсақ бола ма? Болады. Жақсы, отыра ғой. Келесі сұрақ. Фастфуд технологиясы бойынша қандай тігістер қолданады? Кім айтады? Ал Жанна айта ғой. Фастфуд технологиясы бойынша бұйымдарды жасау барысында көбінесе қиықтарды жиектеп тігіс қосымшаларын бекіту үшін жиектің тігіс бөлшектерінің қиықтары бойынша деформацияланады. Сақтау үшін машина тігіс қолданылады. Жақсы. Нәтижесінде қыздар сендер панчо киіп туниканы отырсыңдар, пальто киіп панчо туниканы тігісті жаңадан үйреніп жүрген адамдар да тіге алады. Ең бастысы фасонды дұрыс қандай білу. Нәтижеде көріп тұрсыңдар? Панчо
отырамын. Олай болса, қыздар бұйым дайындау үшін сызба сызып, пішінін дайындау керек. Сызба сызып, пішінін дайындап, матаға салып қиып, оны тігу де өнерге жатады қыздар. Мына дәйек сөзге назар аударыңызшы қыздар. Егер де мал керек болса, қолөнер үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Бұл дәйек сөз бойынша қандай ой түйіндеріңдер? Айтыңдаршы. Не дейді? Ал айтыңыз. Бұл жерде малдың ертеме-кеш жоқ болатынына айтады. Өнер бұл адамның мәңгілік жадында өзінің қасиетінде болып, мәңгілікке сақталып қалады. Өзінің бойында жүрегі үйренген өнерлерім. Жақсы, отырамын. Олай болса, қыздар, жаңа сабақтың басында топқа біріккен болатын тұғымыз. Сол топқа байланысты мен сендерге мынау қысқаша оқып берейін. Соңғы кезде жиі келтірілетін ысты өлтірік шешеннің сөздерінде терең мағыналы идея жатыр. Қарт шешеннен өмірдің мәні не? Бала ма, бақ па, дәулет пе деп сұрағанда, бала деген артта қалған із емес пе? Бақ деген аспанда ұшқан құс емес пе? Дәулет деген қолда ұстаған із емес пе? Өмірдің мәні біз бен сіз емес пе деп жауап берген екен. Сіз бен біз қарым-қатынасын өмірдің негізгі құндылығына айналдырған ата-бабамыз. Сондықтан да мына топпен жұмыс жасау барысында бір-бірлеріңді тыңдаңдар, бір-бірлерің ойларыңды бөлмей, аяғына шейін тыңдап, топта ынтымақтастықпен жұмыс жасаңдар. Сендердің әр қайсыларының ойларын құнды. Олай болса, қыздар, жаңа сендер айтып кеттіңдер, қандай өлшемдер керек. Бүгін біз өлшем алып сызба сызуды. Осы өлшем алып сызба сызуға байланысты қандай мақалдар айтасың? Айтыңдаршы, кім айтады? Диана айтады. Тегірек өлшек бір тез деген мақал өткен бүгінгі жұмысымызға сәйкес келген. Жақсы отыра ғой. Осы өлшем алу барысында және сызба сызу барысында еш қателеспеуіміз керек екен. Аспай өлшем алып, қателеспей сызбасын сызуымыз керек. Сонда ғана біздің киіміміз үстімізге қонымды, әдемі болып шығады екен. Жақсы. Олай болса, қыздар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті ма? Өз-өзіңізді бағалайықшы. Қазір сендер постер қорғадыңдар, иә? Бәрі өз ойларыңды айттыңдар, сызбасын сыздыңдар. Сендерге түсінікті болды ма? Өзіңдерін бағаландар. Жасыл түс өте жақсы түсіндім. Қызыл түс жақсы түсіндім. Сары түс талпынды. Қараған басымдылық жолын ашып арман жасайды. Екі қабат әйел ұл табамын десе, еркектің қару-жарағын шалбардың арында басына жастанып жатады. Қыстан қысы келсе, қызыл алашық әйелдің көйлегін, жүзік, сырға, алқа, тәрізді әшекейлерді жастанған. Шалбар мен етікті тұрып киюге болмайды. Соғыс кезінде ғана соны жасауға болады. Әйел босанып жатқанда жеңіл болсын деп, қыздың көйлегінің шетін жыртып, тол ашу арман жасайды. Немесе ұлдың шалбарының балағын киіп қояды. Бас киімді кез келген жерге тастамайды, аяққа баспайды, астыға басып отырмайды, аяққа кимейді. Олай жасаса бастан мақтайды, бас алдына тап болады. Ер адам әйелдің киімін кимейді, жаулығын басына салмайды. Олай жасаса еркектігінен айырылады. Емшектегі баласы бар әйел жалаңбас бала емізбейді. Жалаңбас отырса шайтан қайызғаған сәбидің аузына салып жібереді. Бас киімді айырбастамайды. Олай жасаса басындағы бағын кеседі. Бас киім сатуға да болмайды. Бөтен адамға бас киімін бермейді. Олай жасаса адам басы киімін сыйлауға да болмайды деген осындай тағы да басқа ырымдар бар.